Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен алтын түсті балықты қуыратын боламыз. Бұл өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын болады. Сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, алтын түсті болып қуырылады. Өте дәмді, столға қойғаныңызға да әдемі болып қуырылады. Әдемі болып тұрады. Бізге керегі тазаланып алған балық. Тазалап аламыз, оны жақсылап тұздап қоямыз. 2 тұқым су, ұн, тұз, керегінше приправа қоссаңыз да өзіңіз білесіз. Бірінші жаңағы 2 тұқымды тұзбен араластырып аламыз жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Сосын су қосамыз. Кішкене су қосамыз. Өзім мөлшерлеп қостым енді. Мен 4 килограмм балыққа мөлшерлеп жасадым. Мен кішкене перец қостым. Бұл перецтің дәмі шыққанда жоқ, негізі балапандарымыз жеді ғой. Олай қатты ащы болған жоқ. Өздеріңіз қалауларыңыз біледі. Егер қоссаңыздар, қосып жатасыздар. Қоспасаңыздар, көресіздер. Жақсылап араластырып, сосын енді ұнды қосамыз. Ұнды қосып, жақсылап араластырып, түйіршіктер болмау керек. Жақсылап араластырамыз. Түйіршік болмау үшін жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, біркелкі масса болғаннан кейін балықтарымызды саламыз осы ыдысқа. Бұлай болады, осылай болады. Әдемі сұйық болады. Енді балығымызды осы ыдыстарға салып, массамызға салып, осылай бәрін салып аламыз. Осылай бәрін салып алып, ыдысымызға салып аламыз да. Қызып тұрған табаға салып, бір-бірлеп салып, әдемілеп қуырып аламыз. Қатты қызып тұрған болмауы да керек майымыз. Орта отпен пісіріп аламыз. Маған осылай пісірген ұнайды. Майымыз қап-қара болып кетпейді. Ұнға ұнатсаңыз, майы қап-қара болып күйіп кетеді ғой. Бұда олай күймейді. Маған сонысы ұнайды, майдың күймеген ұнайды. Бұл өте әдемі болып, жылтыр, алтын түсті болып, әдемі болып қуырылады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін болады. Осылай жай отпен 5-6 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей. Алтын түсті болып, жылтырап, әдемі болып тұр. Осылай жайлап, әдемі қылып пісіріп аламыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Мінекей. Астарыңыз дәмді болсын. Үйде жасап көріңіздер. Үйде жасап, комментария қалдырып, маған лайк басып кетіңіздер, мені қолдап. Егер де мен айтқандай жасап көрген болсаңыздар, қалай шыққанын да комментарияға жазыңыздар. Рахмет.